Бәріңізге қайырлы күн. Ерекше әрі дәмді болып шығатын базардағы салаттардан кем түспейтін, өте дәмді, қытырлақ, кәріс салатын жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Ендеше бізге қажет заттар: 2 үлкен сәбіз және 2-3 түс чеснок және 200 грамм қырыққабат қажет болады. Алдымен біз 4 бөлшекті етіп осылай турап аламыз. Барлығын жақсылап турағаннан кейін барлығын бір ыдысқа салып, үстіне 1 ас қасық тұзымызды салып, барлығын қолымызбен жақсылап қысып араластырамыз. Кішкене жұмсаруы керек. Содан кейін 20 минутқа бөлек қойып қоямыз. Кішкене біздің қырыққабатымыз жұмсаруы керек. Оған дейін біз сәбізімізді үккіштің көмегімен осылай барлығын өткізіп шығамыз. Уақыт өткеннен кейін капустамыздың үстіне сәбізімізді саламыз. Содан кейін қоспаларын қосамыз. 1,5 ас қасық шекер саламыз. Шекерімізді салғаннан кейін қолымыздың көмегімен тағы бір рет жақсылап араластыра аламыз. Чесногымызды үккіштен өткізіп аламыз. Үстіне чеснокты саламыз. Жарты ас қасық кориандрды, жарты ас қасық паприкамызды, қоспаларын қосамыз. Жарты ас қасық куркума қосамыз. Бұл бізге кішкене түс беру үшін қажет болады. Енді ас қасығымызды толтырмай 7% уксусымызды қосамыз. Алдын ала отта қыздырған 60 грамм сұйық майымызды құямыз. Енді барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Салатымызды біз кем дегенде холодильникке 3 сағатқа қоямыз. Сол кезде ішіндегі қоспалары сіңіп, өте дәмді болып шығады. Базардағы салаттардан кем түспейтін, өте дәмді болып шығады. Тамақпен жеуге де өте дәмді салат. Міне қараңыз, осындай суы бөлініп, ерекше дәмі бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сізге де ұнары анық. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы уақытта тегін рецепттермен бөлісетін боламын. Жанындағы қоңырау батырмасын бассаңыз, менің әр салған рецептлерім сізге көрініп тұратын болады.